Елдің бәрін шоқ қылған жаңалық Криштиану Роналду ресми түрде Реал Мадридтің жаттығу алаңында жаттығып жатыр. Криштиану Роналду Реалдан кеткенімен Переспен өте жақсы қарым-қатынаста болды, және де Переске бір ауыз хабарласқан: мен қазір жаттығатын жер жоқ, менде Реал Мадридтің базасында жаттықсам болады ма деп. Ал Перес болса, басқа Реал Мадридтің басшылары, бас бапкері болса, ойланбастан әлбетте кел, саған есік ашық деп шақырған. Дәл осылай келіп Криштиану Роналду дәл қазір Реал Мадридтің базасында жаттығып жатыр, бірақ та Реал Мадридқа қосылғалы жатыр деген ақпараттардың бәрі жалған. Реал Мадрид пен Роналдудың арасында ешқандай да келіссөздер жүріп жатқан жоқ. Криштиану Роналду жаттығып жатқан базаға жанкүйерлер қаптап, көптеп жиналған. Криштиану Роналдуны көру үшін, қолтаңбасын алу үшін. Әлбетте ол белгілі жағдай. Ал енді Криштиану Роналду мен Реал Мадрид негізінде келісімшарт жасасып қалуы да мүмкін деген ой бәрінде жоқ емес бар. Себебі қазір Карим Бензема да сынып қала беретін ойыншылардың қатарына жатып келе жатыр. Реал Мадрид Эндрикті алған болатын, алып жатыр Эндрикті. Ал Эндрик әлі жас. Енді Эндрик сәл өсіп алғанша осы Бензема мен Роналдуды кезек-кезек қолдана тұруға болатын тәрізді меніңше. Сіздердің ойларыңыз қалай? Криштиану Роналду Реал Мадридқа қайтадан келіп қосылғанын қалар ма едіңіздер? Өз ойларыңызды комментарияға жаза отырыңыздар, ал біз ары қарай жылжимыз.